Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздерге оқитын әңгімемнің тақырыбы жауыздық. Ерғали мен Жәмиланың отасқанына 27 жыл болды. Ерғали ешқашан әйеліне қарсы сөз айтып көрген емес. Әйелі не қалайды, соның барлығын жасайды. Әйелінің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Екеуінің екі қызы бар. Кіші қызы Ләйла мен күйеуі Жәмиланың айтқанынан шыққан емес. Үлкені Лаура тұрмыста. Анасы қатты жақын араласа қоймады. Мереке кездерінде ғана кездеседі. 3 баласы бар. Күйеуі Рустам белгілі бір компанияда директор. Жәмила өзі ауруханада мейірбике болып жұмыс жасайды. Ерғали болса қарапайым таксист. Жәмилаға өзінің өмірі ұнаған емес. Құрба-құрдастарының бәрі ауқатты, тұрмыс жағдайлары жақсы. Шетелдерге жиі барады. Оның бар ой қалай ақша табамын, қалай бай боламын еді. Сол себепті үлкен қызы бай ауқатты жерге ұзатылғанда қатты қуанған. Бірақ Ләйла анасына ешқашан ақша берген емес. Анасының ақша десе ашкөз екенін жақсы білетін. Бір күні ауруханаға қарт әжей түсті. Дәрігерлер ота жасап әжейді палатаға шығарды. Дәрігер науқастарды қарап, әжейге қарауды Жәмилаға тапсырды. Жәмила, әжейге жақсылап қара. 1-2 күнде тәуір болып қалар. Жақсы дәрігер. Сәлеметсіз бе әжей? Отадан кейін өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Бәрі жақсы ма? Жақсы, айналайын. Әжейдің жағдайын сұрауға ешкім келмеді. Жәмила әжейдің ешқандай туысқаны жоқ екенін байқады. Әжеймен жақын араласып, оның сеніміне кіруді ойластырды. Әжейдің жағдайын біліп палатасына жиі барып жүрді. Денсаулығыңыз қалай әжей? Бәрі жақсы ма? Жақсы, тәуір болып қалдым. Өзіңіз жақсы сезінсеңіз жақсы болыпты. Сізге ештеңе қажет емес пе? Бірдеңе керек болса айтарсыз. Қызым, көп рахмет. Сендей жақсы мейірбике кездескеніне қуаныштымын. Айналайын, әрқашан жолың болсын. Әжей, бұл біздің жұмыс қой. Көп рахмет тілегіңізге. Жақсылап демалып алыңыз. Рахмет, қызым. Әжей ауруханада 2 аптадай болды. Осы уақытта аралығында Жәмила әжеймен жақсы араласып, қызындай болып алған еді. Бүгін әжейді ауруханадан шығаратын күн. Сол себепті ол әжейдің үйін көруді ойластырды. Қалыңыз қалай әжей? Бүгін сіз ауруханадан шығарады. Жақсы болды ғой. Өзім де үйге қайтқым келіп еді. Бірақ сендерді де қимаймын. Сенімен жақсы араласып, сырлас дос тапқандай едім. Алаңдамаңыз әжей. Сізден әрқашан көмегімді аямаймын. Үйіңізге де барып көмектесіп тұруға дайынмын. Мына қағазға телефоным жазылған. Жалғыз сұрасаңыз хабарласыңыз. Бүгін сізді өзім үйіңізге апарып саламын. Рахмет, қызым. Көп жаса. Оқасы жоқ әжей. Сізді өз анамдай көремін. Анамды жастайымнан көрмеп едім. Қызым, саған көп рахмет. Мені жалғызсыратпай көмек қолыңды созғаныңа. Сендей жақсы адам кездескеніне ризамын. Кешкісін Жәмила әжейді таксимен үйіне апарып салды. Әжей, үйіңіз жиналмағалы қанша болған? Мен сізге көмектесіп жіберейін. Ештеңе етпейді, айналайын. Ертең арнайы қызметкерлерге жинастырып аламын. Ой, мұныңыз не? Бұл дұрыс емес. Қайдан білесіз қандай қызметкер келетінін?
қазір мен жинастырып беремін. Рахмет қызым, көп жаса, айналайын. Мына киімді киіп ал. Жалғыз қызымның киімі еді. Шетелге кеткелі 10 жылдан астам уақыт болды. Еш хабарсыз. Менімен байланыстың үзген. Сіздің қызыңыз бар ма? Неге? Не себепті сізді жалғыз қалдырған? Ол ұзақ әңгіме, қайсы бірін айтайын? Іштей әжей күрсінді. Сізді тыңдауға дайынмын, айта беріңіз. Менің қызым осыдан 10 жыл бұрын басқа ұлттың азаматына тұрмысқа шықпақшы болған. Мен оған қарсы болдым. Жолдасым қайтқалы жастайымнан сол қызым үшін өмір сүрдім. Ол мені бір күнде тастады да кетті. Әжей қатты жылады. Жыламаңыз, әжей, сұрап жазылмас жараңызды қозғағаныма кешірім сұраймын. Ештеңе етпейді, айналайын. Қазір бәрі жақсы. Ол тұрмысқа шықты да. Сол күйі менімен хабарласпады. Жалғыз қалғаны мына хаты. Мені іздеме, менің бақытты болуыма мүмкіндік бер. Осы жолы менің қалағаным болады. Қош болыңыз, деді. Осылай менімен қоштаспастан кетті де қалды. Қиын болыпты. Кейін іздемедіңіз бе? Мүлдем хабарласпады ма? Я, мүлдем хабарсыз. Кейін білдім. Ол менің қызым емес екенін. Біліп осындай қадамға барыпты. Өзінің ата-анасын тауып алған екен. Қазір мүлдем араласпаймыз. Қиын жағдай болыпты. Жәмила осылай әжейдің сырларын біліп, жақын досына, сырласына айналды. Уақыт өте келе үнемі әжейдің үйіне барып, дәрілерін беріп жүрді. Әжей алғысын айтып, еңбек ақысын да беріп тұрды. Жәмила отбасына жалғыз басты әжейге қарап жүргенін айтқан болатын. Жалғыз кемпірді ақыры құрығыма түсірдім. Маған толықтай сенеді. Енді үйді атыма жазып алуым керек. Қандай тәсіл қолдансам да, қайтсем де, бірдеңе ойластыруым қажет. Мақсатқа жетуімізге аз қалды. Мұның дұрыс әрекет емес. Ертең қызы іздеп келсе не істейсің? Мұндай жауыздыққа барудың қажеті не? Өзімізде баспана бар. Өзіңе күнә жасама, деді Ерғали. Ештеңе болмайды, алаңдама. Қызы одан бас тартыпты. Ертең-ақ қалада өз үйіміз болады. Иә, үйді қолға түсірсең жақсы болар еді. Қаланың ортасында орналасқан емес пе? Иә, қызым, жақында үйіміз болады. Ерғали, сен қайдағыны ойламай, одан да маған жоспар жасауға көмектес. Мені мұндай былық істеріңе араластырма. Онсыз да сенің айтқаныңды істеп жүрмін. Мені жайыма қалдыршы. Саған не болды? Мұндайың жоқ еді ғой, неге қарсы болып тұрсың, деп Жәмила ашуланып кетті. Кешір, бірақ менің расымен саған көмектесер ойым жоқ. Не қылған зұлымдық? Далада тұрып жатқан жоқсың ғой. Біреудің үйінде нең бар? Өз өміріңді сүрейік. Өз өмірімізді. Мен үшін қазір осындай жағдайдамын. Кезінде бекер саған тұрмысқа шығыппын. Қателескен тағдырым-ай. Не қылған өмір? Азаматты таңдағанда бұлай жүрмес едім. Әлі күнге квартирада тұрамыз. Жас балаларша. Не деп тұрсың? Мен сені күшпен алдым ба? Маған олай деуші болма. Дәл қазір кет азаматыңа. Сондай керемет болса. Кетем, не істейсің ал? Азаматтың отбасы барын білесің. Әдейі айтасың ау, деймін. Керек болса әйелінен тартып алуға дайынмын. Не деп тұрсың? Ерғали Жәмиланы ұруға дейін бара жаздады.
Бірақ Ләйла оны тоқтатып қалды. Бұл Ерғалидың үйленгелі бері Жәмилаға алғаш қол көтермекші болғаны еді. Әке, қойыңыз, мұныңыз не? Қаншама жылдан кейін. Қызым, болды, менің сабырым таусылды. Мына әйелді көргім келмейді, ажырассам. Ажырассаң ажырас, онсыз да сенімен тұрып бақытты болып жүргенім шамалы. Ерғали үйден шығып кетті. Ләйла не істерін білмей анасына қарады. Мама, мұныңыз не? Азамат деген кім? Қызым, сен ақыры осының бәріне куәсің. Сен ғана мені түсінесің. Саған бір шындықты айтайын. Ешқашан маған қарсы келмейтін, соңына дейін тыңдайтын уәде бер. Иә, мама, айта беріңіз, ол не шындық? Білесіз ғой, мен тек сізді қолдайтынымды. Кел, мұнда отырайық. Негізі Ләйла әңгіме былай, Азамат сенің әкең. Қалай сонда, түсінбедім. Сен өзің де білесің, қызым. Ерғали саған аса қатты жақын емес, тек Лаураны ойлайды. Себебі ол сенің қызы емес екеніңді жақсы біледі. Біз университетте оқып жүргенде Ерғали мен Азамат курстас еді. Менімен алғаш рет Азамат танысқан болатын. Бірақ Азамат бай ауқатты отбасын ұлы болатын. Ерғали екеуі жақын достар еді. Бір күні ол мені үйіне таныстыруға апарды. Оның анасы маған жылы қабақ танытпады. Осылай ол бізді ажырату мақсатын көздеді. Сол себепті Азаматты Москваға оқуға жіберді. Мен не істей аламын? Отбасым жағдайда мәз емес. Амалым жоқ. Осында қалуыма тура келді. Бірақ Азамат менімен хабарын үзбеген болатын. Уақыт өте келе көзден кетсе көңілден кетеді ғой. Азаматты анасы өзінің құрбысының қызына үйлендіретінін естідім. Қатты қиналдым. Өзіме қол салуға дейін бармақшы болдым. Мені сол кезде Ерғали құтқарып қалды. Осылай онымен тек дос ретінде араласа бастадым. Оның ол кезде Гауһар есімді қызы бар болатын. Екеуі бір-бірін қатты ұнатты. Тіпті үйленуге дейін барды. Бірақ мен оны Гауһарға қимадым. Бір жағы Азаматқа деген махаббатым тағы бар. Онымен қайтсем де қарым-қатынасымды үзбеу үшін Ерғалиға ұнататынымды айттым. Ол маған бұл жай бауыр басу, достық екенін айтты. Амалым жоқ, мен Айлаға көштім. Ерғалиді туған күніне қақпаныма түсірдім. Оған аяғым ауыр екенін айттым. Ол маған бірден сеніп өзіне жауапкершілік алу мақсатында Гауһармен айырылысты. Менен қуанышты адам болмады. Екеуміздің үйлену тойымыз болды. Тойға Азамат пен әйелі де келді. Азаматты әйелінің жақсы көретінін байқадым. Маған келіп, Азаматтан алыс жүр деп ескертті. Мұны естіген Азамат оны шапалақпен салып қалды. Амал жоқ, екеуі үйлеріне қайтты.